Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Уолт Дисней жайлы айтатын боламын. Уолт Дисней деген кім? Уолт Дисней және Микки Маус. Уолт Дисней алғашқы мультфильмді қалай шығарды? Уолт Дисней 1901-1966 жылдары өмір сүрді. Американдық аниматор, режиссер, актер, сценарист және продюсер. The Walt Disney Company мультимедиалық империясының негізін қалаушы. Дисней кино тарихында бірінші болып дыбыстық және музыкалық мультфильмдерді жасап шығарды. Режиссер ретінде Уолт Дисней 11 фильм түсіріп, тағы 576 фильмнің продюсері атанды. Дисней кино саласындағы қызметі үшін 26 рет Оскар мен абсолютті рекорд және Ирвинг Тальберг сыйлығымен марапатталды. Өмір баяны. Уолтер Элиас Дисней 1901 жылы 5 желтоқсанда Чикагода дүниеге келді. Оның ата-бабаларының арасында ағылшындықтар, ирландықтар және немістер бар. 1906 жылы отбасымен Миссури штатындағы фермаға, ал 1910 жылы Канзас-Ситиге көшті. 14 жасында ол газет сатушы болып жұмыс істеді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Дисней Францияда халықаралық Қызыл Крестің жедел жәрдем көлігін басқарып, 1 жыл қызмет етті. Дисней антикоммунист болды. Нью-Йорк Таймс жазушысы Марк Эллиоттың кітабында Уолт Дисней Голливудтың қара ханзадасы деп мәлімдеген. Дисней ФБР-мен ұзақ жылдар жұмыс істеді деген болжам бар. Журналист Шимон Брайманның айтуынша, Дисней өзінің бастамасы бойынша Голливудтағы әріптестерінің айыптауларын бюроға жазған. Соғыстан кейін Уолт Дисней Америкаға қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссияға кино әлеміндегі жасырын коммунистерді анықтауға белсенді көмектесті. 1925 жылы студия хатшысы Лилиан Бунцқа үйленді. 1933 жылы олардың Диана Мэри деген қыздары дүниеге келді. Ерлі-зайыптылар 8 жыл бойы нәрестелі бола алмаған. Екінші бала туа алмай, 1937 жылы жұп кішкентай қызды асырап алып, оған Шарон Мэй Дисней есімі берілді. Диснейдің киноға келуі. 1920 жылы Дисней жарнамалық кино студия суретшісі болып жұмысқа орналасады. Онда ол алғашқы жарнамалық фильмдерін жасай бастады. Сол кезден бастап анимациялық туындылар жасауды армандады. Уақыт өте келе Дисней Канзас-Ситиде өзінің алғашқы H.O. Грэм анимациялық студиясын ашты. Онда Аб Иверкс оның серігі және жетекші аниматоры болды. Алайда компания көп ұзамай дағдарысқа ұшырады. 1922-1927 жылдары ол таза шығармашылықпен айналысты. 1923 жылы Дисней Лос-Анджелеске көшіп келді де, ағасы Реймонмен бірге Голливудта The Walt Disney Company шағын анимациялық студиясын ашты. Алғашқы туындысы. 1924 жылы 1 наурызда Дисней Льюис Карролдың Алиса ғажайыптар әлемінде кітабына сүйене отырып, Алисаның теңіздегі күні атты алғашқы мультфильмін ұсынды. Сондай-ақ режиссер осы кітаптың кейіпкерінің құрметіне 1926-1927 жылдары Алиса анимация елінде атты бірнеше сериялы фильмді шығарды. Диснейде Алисаның шытырман оқиғалары туралы 56 фильм түсірілген. Содан кейін Дисней мультфильмдерінің стилі қалыптаса бастады. Микки Маус Дисней бренді. 1927 жылы Освальд қоян фильмі үлкен танымалдылыққа ие болды және ондағы кейіпкерлер Диснейдің брендіне айналып, бірнеше мультфильмге кірістірілді. Аб Иверкс салған тышқан алдымен Мортимер деп аталды, бірақ көп ұзамай ол Микки Маус атанып, бүкіл әлемге әйгілі болды. Алғаш рет тышқан Микки Маус Crazy Earl Plin дыбыссыз фильмінде пайда болды. Сол жылы Диснейдің алғашқы дыбыстық фильмінің Пароход Уиллидің кейіпкері атанды. Алғашқы бөлімінде Уолтердің өзі тышқанның дауысын дыбыстады. Бұл кейіпкерлер компанияны байытты. Кейіпкерлер комикстер беттерінде, неше түрлі дүниелер бетінде пайда болды. 1930 жылдары Дисней кейіпкерлеріне ұқсас ойыншықтар пайда болды. Микки Маус немесе Дональд Дактың суреттері бар сағаттар,
киім бұйымдары және басқа да күнделікті заттар сатылымға шықты. Олардың көмегімен белгілі тауарларды жарнамалайтын. Кейін Disney өзінің мультфильмдеріндегі кейіпкерлерді коммерциялық мақсатта пайдалануға рұқсат беретін лицензияларды сатты. Disney режиссурасының ерекшелігі. Disney мультфильмдерінде музыка маңызды рөл атқарады. Фильмдерде музыка тек диалогтың негізгі емес, басты фоны ретінде қаралды. Сол себепті ондағы кейіпкерлер жиі ән айтады. Disneyдің суретшілері жануарларды салмас бұрын әрқашан олардың тірі прототиптерін мұқият зерттеген. Сондықтан экрандағы барлық қимылдар шынайы көрінеді. Уолт Диснейдің қиял мультфильмінде алғаш рет кең экранда стерео дыбыс шығады. Дауыс Леопольд Стоколскийдің жетекшілігімен Филадельфия симфониялық оркестрімен жазылған. Disney фильмді түсіруге арналған 3 түсті машиналарды қолдана бастаған алғашқы режиссерлардың бірі болды. Уолт Disney студиясына кейін басқа студияларда аниматорларға премия ұсынылды. Ерекше трюк ұсынған аниматор сыйақы алатын болды. Компанияның кеңеюі. 1950 жылдары Disney студиясы өз қызметін кеңейтті. Апта сайын Disneyland ойын-сауық телебағдарламаларын дайындауды бастады. 1955 жылы Лос-Анджелестегі Анахайманда аттракциондары бар Disneyland паркі ойын-сауық кешені ашылды. Онда әртістер кейіпкерлердің костюмын киіп алып, балалардың көңілін көтерді. 1971 жылы Disney әлемі Орландода пайда болды. Ал 1992 жылы Париждің жанында Euro Disneyland ашылды. 1966 жылы 15 желтоқсанда Уолт Дисней қайтыс болды. Уолт Диснейдің бірнеше жылдық жоспарын Рой Дисней жүзеге асырды. Қазіргі уақытта бұл Голливудтағы ең ірі студиялардың бірі. Компания 11 ойын сауық паркі мен 2 су паркінің, сондай-ақ бірнеше хабар тарату желісінің, соның ішінде америкалық телерадио компаниясының иесі. 2009 жылдың тамызында Уолт Дисней компаниясы Marvel Entertainment компаниясын 4 миллиард 5 миллион долларға сатып алғаны белгілі болды. Уолт Дисней компаниясының бас кеңсесі және негізгі өндіріс орындары Бурбанктағы, яғни Калифорнияда Disney Studios бөлімшесінде шоғырланған. Уолт Дисней компаниясы Dow Jones Industrial Average құрамына кіреді. 2019 жылдың қарашасында нарықтық қаржыландыру 240 миллиард долларды құрады. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.